Жамбыл Бөлеуханұлы Жұманбай 1 мамыр 1947 жылы Семей облысы Ақсуат ауданы Жәнтікей бұрынғы Ерназар ауылында туған. 55-61 жылдары Сарбұлақ бастауыш мектебі Ерназар 7 жылдық мектебі, 62-65 жылдары Ақсуат орта мектебінде оқыған. Жоғары білімді Алматы зоотехникалық мал дәрігерлік институтын бітірген. Мамандығы ғалым зоотехник. Еңбек жолы туған жерінде атап айтқанда Семей облысы Ақсуат ауданы Султал совхозында өткен. Нөмір 4-ші фирмада есепші, 69-77 жылдары нөмір 2-ші фирмада зоотехник кадр бөлімінің меңгерушісі жұмыстарын атқарды. Жылқы малының тұқымын асылдандыру, салалық іріктеу, сұрыптауға қатысқан. Байыз қой тұқымын аудандастыру жұмыстарына атсалысты. Ірі қара және қой малдарын қолдан ұрықтандыру ісін жолға қойды. 1977 жылдан 97 жылы совхоз толық таратылғанша кәсіподақ ұйымының төрағасы қызметін атқарған. Жеңгеміз Қанымбүбі Кәлкеш Қаныш Сәтбаев орта мектебінде бастауыш сыныптар мұғалимасы болып істеді. 85 жылы Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық қызметкері атағын алды. Құрмет кітабына аты жазылды. Құрмет тақтасына суреті ілінген озық методист мұғалім атанды. Екеуі де құрметті зейнетте 4 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірген. Олардан 8 немере, 6 жиен, 4 шөбере бар. 2019 жылы 50 жыл тату-тәтті өмір сүріп, алтын тойларын жасады. Қазіргі уақытта құрметті зейнетте Ақсуат ауданының Жәнтікей ауылында тұрады. Жамбыл ағамыздың атасы мен апасы Жұманбаев Бөлеухан ағамыз бен Жұманбаева Бәтіш тәтемізді көріп тұрмыз. Кісілер еңбек адамы болған кіндікті колхозында Бөлеухан ағамыз қырманшы болып жұмыс істеген. Жамбыл ағамыздың жазған «Жан дауасы» деген кітаптан үзінді оқиық. Көкжырада атамдар егін салады. Бұл көкжыра, мына біз білетін көкжыра емес, Султал мен кіндіктінің ортасында сондай жер бар екен. Мекеніміз балшықтан тұрғызған кішкене жаман қопын, қырман басы, атам қырманшы. Қызық көріп бір уақ шаңтасқа мінемін. Дұрысы шаңтасқа жегетін атқа мінемін. Шаңтас бидайды сабағынан салмақ арқылы үгітіп түсіретін тас. Пастромка арқылы оған ат жегіледі. Бидайды әуелі орып, баулап, қырманға жайып тастайды да, үстінен шаңтасқа ат жегіп, шыргөбелек айналып жүріп таптайды. Сонда дәні астыға түседі де, сабаны үстінде қалады. Атам менің басым айналып құламасын деп, 2 санымнан ертоқымға байлап тастайтын. Кісі жетіспейді. Атам бір уақыт менімен лаждайтын. Ат үстінде ұйықтап та кетем. Оянсам бидай сабандарының арасында жатам. Атам екеуміз айраннан жасаған шалап ішеміз. Таба нан жейміз. Керемет дәмді болушы еді. Сіздер көріп отырған мына кино түсірілімдегі шаңтасы бірдей, бірақ атқа тіркеу әдісі бөлек екен. Бұлар кішкентай арба сияқты жасап, соның үстінде отырып айналдырып жүр. Жамбыл ағамыздың шаңтасы атқа тікелей пастромка дейді. Пастромка деген сол приспособление, ортасына салынатын қару болу керек. Сол арқылы атқа жегіледі де, аттың үстінде жүріп бір жерде айлана бересің. Енді алдындағы суреттерде сол көрсетілген болатын. Соғыс жылдары, соғыстан кейінгі жылдары колхоз ауылда тұратын балалардың барлығы дерлік осындай еңбекке араласты. Соғыс кезінде тіпті 6-7 жастағы балаларға дейін жинап бәрі осы далада колхоздың жұмысына араласып өсті. Өте қиын заман болды енді ол кез. Осыны қазіргі балалар көру керек, осындай өмірдің болғаны. Жамбыл ағамыз да осы еңбекке араласып өсті. Өзінің балалық шағында сол 50-ші жылдары. Мына фото 59 жылы 5-ші класста оқып жүрген кезі Ерназар 7 жылдық мектебінің директоры ортада Ахметов Мұталапхан деген кісі. Жанында сол жағында алдында кітап ұстап отырған Жамбыл ағамыз. Мына 7-ші класстық фотоларда солдан оңға қарай Уәлихан, Жамбыл ортада, Әлихан оң жақта. Ерназар ауылында 61 жылы түсірілген болатын. Жалпы Жамбыл ағамыз шығармашылыққа жақын адам. Жан дауасы, жүрек жылуы, Ырғызбай баба және қазақ күресі деген кітаптар шығарды. Тарихқа толы Тарбағатай альманахының 6-шы томы Советчанның саз әлемі деп аталады. Бұл шығарманың да авторы Жамбыл Жұманбаев. Советчан Түсіпов ағамыз Ақсуаттың шәмшісі атанған көптеген өлеңдердің авторы.
Оның ішінде Ақсуаттың брендіне айналған «Айтшы жаным» өлеңі де бар. Осы шығарманың ішіне Сәбитжан ағамыздың жоғалып кете жаздап табылған өз қолымен жазған ноталары да кіргізілген. Бұл Ақсуаттың тарихына аса маңызды, ұрпақтарға мұра болып қалатын үлкен еңбек. Мысалы, мына көріп тұрғандарыңыз «Айтшы жаным» өлеңінің Сәбитжан аға өз қолымен жазып кеткен ноталары. Жамбыл ағамыз балдызы Мейрамғазы Нұржақыпов әнін шығарған «Кім кінәлі» өлеңінің сөзін жазған. 70-ші жылдары Ақсуат өңірінде шыққан бұл өлең бүкіл Қазақстан аумағына белгілі ән болып кетті. Бұл әнді Ескендір Хасанғалиев, Музарт тобы, басқа да көптеген әншілер орындап жүр. Жамбыл ағамыздың суретшілігі де бар. Мына жерде ағамыздың қолымен салынған Пушкин мен Лев Толстойдың суреттерін көріп тұрмыз. Ал мына фото тәтеміздің 65-ші жылы сыйлаған ең алғашқы фотосы екен. Мынау ағамыздың қатты толқыныс үстінде сол кезде салған суреті. Қарап отырсақ, 60 жылдай уақыт бір күнде өтіп кетіпті. Нағыз ескірмейтін махаббат дегеніміз осы болар. Бұл роликта мен Жамбыл ағамыздың алған марапаттарын санап айтқан жоқпын. Оған жеке ролик жасау керек. Басқа да көп нәрселер айтылмай қалғанда шығар. Ең бастысы аға жеңгеміздің денсаулықтары мықты болып, балалардың немере шөберенің қызығын көре берсін деп тілейміз. Ағамызға шығармашылық табыс тілейміз. Осымен мен өзімнің сөзіме нүкте қояйын. Аман есен болайық ағайын.